Анжелика Ғалымжанова. Сәлеметсіңдер, мен Гаухар, Фатима. Қалдарың қалай? Жақсы. Сендер менің зертханама қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге сүт өнімінен жасалынатын қазақтың ұлттық тағамдарын туралы айтқым келіп тұр. Сендер білесіңдер ме, осы сүт қайдан шығатынын? Үй жануарларынан. Үй жануарларынан. Оның ішінде қандай жануардан шығады? Сүтті қай жануардан аламыз? Сиыр. Сиырдан аламыз. Өте дұрыс, балалар. Сүт өнімдерінен қандай өнімдер жасай аламыз біз, айтыңдаршы? Құрт, май, қаймақ. Қаймақ, ірімшік, айран жасаймыз, иә балалар? Өте жақсы. Апай, сүт сұйық болады, құрт неге қатты болады? Құрт? Олай болса, балалар, Фатима, Гаухар, өте қызық сұрақ қойды. Бәріміз бірге құрт жасайық. Иә? Келіңдер. Мына тұрған сүтке, көрдіңдер ғой сүтті? Осыған бізде айраннан тамызы қалып қояды, осылайынан. Бұл тамызықты 2 қасығын аламыз да сүтке саламыз. Қане, алыңдар қасықтарында. Айраннан алып, сүтке салыңдар. Сүтке салыңдар. Енді сүтті араластырамыз. Жақсылап. Өте дұрыс. Енді қасықтарын мұнда қойыңдар. Бұл сүтімізді аламыз да жылы жерге бетін жауып, орап қойып қоямыз. Сол кезде сүтіміз тыныш жерде тұрған соң ұйып айран болады. Ол айранды алып біз арнайы күбіге құйып, оны пісу арқылы біз оның майын бөлек аламыз. Майынан қалған айранды қайнатып, қайнаған соң оны арнайы қалташаға құямыз да, оны іліп қоямыз. Астынан сары суы бөлініп шыққан соң бізде осындай сүзбе пайда болады. Көрдіңдер ме? Сүзбеміз дайын болады. Сосын ол сүзбеден құрт жасау үшін бізге ең керекті не нәрсе? Тұз. Тұз керек, әрине. Дәмін келтіру үшін бізге тұз керек. Қане, тұз салайықшы? Тұзды саламыз. Енді оны араластырамыз. Жақсылап араластырып, құрт жасаймыз. Сендер құрттың қандай түрлерін білесіңдер, айтыңдаршы? Домалақ, сопақша. Сопақша, қыспа құрт деп атайды, иә? Былайынан сығылған құрттар болады. Қане,